Саламатсыздар ма студенттер? Бүгінгі сабақтың тақырыбы жылу алмасу аппараттары, қыздыру және салқындату, қыздырғыш және салқындатқыш агенттердің түрлері. Жылу алмастырғыш аппараттар химиялық технологиядағы айтарлықтай үлес жылу алмастырғыш аппараттар есебіне тиеді. Жеке құрылғылар болып табылатын жылу алмастырғыштармен қатар әртүрлі аппараттардың құрамдас бөлігі болып табылатын жылу элементтері де кеңінен қолданылады. Жылу алмасу аппараттарының негізгі типтері беттік және байланыс болып бөлінеді. Беттік жылу алмасу аппараттары регенеративті және рекуперативті болып екі түрге бөлінеді. Регенеративті жылу алмастырғыштар, яғни тасымалдағышты циркуляциялау типі бойынша бөлінеді. Яғни оған табиғи циркуляциялы, мәжбүрлі циркуляциялы және аралас циркуляциялы жылу алмастырғыштар жатады. Рекуперативті жылу алмастырғыштарға ол тасымалдағыштың түрі бойынша болып бөлінеді. Яғни булы сұйықтық, сұйық сұйықтық, газ сұйықтық, газды немесе булы газды және агрегаттық күйінің өзгеруіне байланысты. Тасымалдағыштың агрегаттық күйінің өзгермеуіне байланысты, бір тасымалдағыштың агрегаттық күйінің өзгеруіне байланысты және екі тасымалдағыштың агрегаттық күйінің өзгеруіне байланысты болып бөлінеді. Ал байланыс жылу алмасу аппараттарының негізгі типі барботажды және араласу. Барботажды дегеніміз ол яғни беттік конфигурациясы бойынша бөлінеді. Яғни құбырлы, спиральді, пластиналық, катушкалы, қабырғалы және тағы басқа. Және араласу. Араласу ол беттік жабдықталу бойынша. Қаптама құбырлы жылу алмастырғыш, құбыр ішіндегі құбыр жылу алмастырғышы, құймалы жылу алмастырғыш сияқты болып бөлінеді. Мұнай өңдеу зауыттарында, тура айдау қондырғыларында қолданылатын жылу алмастырғыштар келесі топтарға бөлінеді. Жаңағы айтып өткен құбыр ішіндегі құбыр, қаптамалы немесе кожухты деп те аталады жылу алмастырғыш, ауамен салқындату аппараты және тікелей араластыру аппараты. Жылу алмастыру процесі айнымалы басты аппараттар мынадай кезекті іске асырылады. Сұйық бөлуші камераға түскеннен кейін құбыр шоғырымен айналым бөлігіне түседі және онда бұрылып қайтадан құбыр шоғырына түседі. Бөлуші камерада бірнеше қалқан орнатуға болады. Яғни осының нәтижесінде ағымның құбырмен жүруінің санын өсіруге болады. Ал жылу алмастырудың тиімділігін арттыру үшін құбыр аралық кеңістікте көлденең қалқандар орналастырылады. Құбыр ішіндегі құбыр жылу алмастырғыштар, бұлар дейтін жаңағы артықшылығы, бұлар дейтін тазартуға өте ыңғайлы жылу алмастырғыш болып табылады. Және жылу алмастырушы ортаның кез келген температурасында қолданыла береді. Олар тура айдау қондырғыларында мазут, гудронды қыздыру үшін қолданылады. Бір-біріне жалғанған құбыр элементтерден тұрады. Бір жылу тасымалдағыш ішкі құбырмен екінші құбырмен жылжиды, немесе ішкі және сыртқы құбырлар арасындағы кеңістікпен жылжиды. Ішкі құбырлардың диаметрі 57-108 мм қалаштармен жалғасады. Яғни жаңағы суретте сіз көріп тұрғаныңыздай, қазір балалар, бұл құбыр ішіндегі құбыр жылу алмастырғышының сұлбасы. Құбырлық және құбыр аралық кеңістіктер диаметрлері кішкентай болғандықтар, бұл жылу алмастырғышта жылдамдық 1,5 метр секунд. Артықшылықтары: жылу беру коэффициенті жоғары, аппараттың массасына бірлігіне түсетін жылу жүктемелері жоғары болады. Ластанулар аз болғандықтан жылу тасымалдағыштар жоғары болып келеді. Ал кемшілігі үлкен және көп металдар қажет етеді. Бұл жаңағы сұлбаны әрі қарай жалғастырып өтейін. Бұл сұлбадағы бірінші тұрған ішкі құбыр, бірінші тұрған екіншісі сыртқы құбыры, үшінші ол бүйір қабырғалы, яғни қосатын құбыр,
төртінші жаңағы не қосатын патрубокты айтады. Ауамен салқындату аппаратурасы қондырғыны және негізгі бөлікті бір қалыпта ұстайтын құбырлар жиынтығынан және электр қозғалтқышы бар желдеткіштен тұрады. Ауа желдеткіш арқылы құбыраралық кеңістікке жіберіледі. Құбыр жиынтығы сырттан салқындатады. Бет арқылы өтетін жылу есебінен құбырдан ағып өтетін өнім салқындайды. Ауа құбыр арасындағы кеңістікте бір керлігі таралу үшін желдеткіш құбыр мен диффузор арқылы тазартылады. Құбырлар, коллекторлар және рамалар секцияны құрайды. Коллекторлар ашылып жабылатын қақпақтармен қамтамасыз етілген. Ол құбырлардың ішкі қабырғаларын тазартуға, яғни мүмкіндік береді. Келесі жаңағы қаптамалы, яғни кожуқты құбырлы жылу алмастырғышқа тоқталып өтейік. Қаптама құбырлы жылу алмастырғыштың қатаң құбырлы типті және басы қозғалмалы түрі болады. Басы қозғалмалы жылу алмастырғыштар қазіргі замандағы мұнай өңдеу зауыттарында қолданылатын жылу алмастырғыштарының негізгісінің бірі болып табылады. Яғни мұнайды біріншілік айдау қондырғыларында жылу алмастырғыштар мұнайды өнімнің жылу арқылы, яғни өнімнің жылу арқылы қыздыруға, ал су конденсатор салқындатқыш ретінде мұнда қолданылады. Беттік жылу алмастырғыштағы өнімдерді конденсациялау және салқындату үшін су қолданылады. Зауыттардағы судың сапасы нашар болғандықтан олардың минералдылығы жоғары болады. Сондықтан салқындатқыш құбырларындағы кеуек және органикалық тұнбалар болғандықтан судың әсерінен бұл коррозияға ұшырайды. Бұл кемшіліктер су салқындатқышты ауа салқындатқышына алмастырғанда жойылады. Жылу алмастырғыш қаптамадан, құбырлардан, құбыр торларынан тұрады. Құбырлар торларына құбырлар шоғы орнатылған. Құбыр торларына қақпақтар бекітіледі. Бір жолды жылу алмастырғыш, бұл алмастырғышқа тоқталып өтсек, яғни мұнда қаптама құбырлы жылу алмастырғышта жылумен алмасатын орталардың бірінші құбырлар ішінде жылжиды, ал екінші құбырлық кеңістікте жылжиды және орталар қарама-қарсы бағытта жылжиды. Жылытылған орта жоғары қарай, жылу беретін орта төмен қарай жылжиды. Сұйық шығындары төмен болғанда жылу алмастырғышта жылдамдығы төмендейді, сондықтан жылу беру коэффициенті төмендейді. Мұндай жылу алмастырғыштарды бірақ монтажда өте қиын, бөлмелері биік болуы тиіс және металды көп қажет етеді. Бұл жаңағы жылу алмастырғыштардың артықшылығы: қақпақтарда көлденең ара бөлгіштер бар, олар құбырларды секцияға бөледі. Бұл секцияларды құбырлық кеңістіктегі зат жылжиды. Көп жолды жылу алмастырғышта құбырлық кеңістіктегі жылу алмастырғыштың жылдамдығы жолдар санына байланысты артады. Ал вертикальды жылу алмастырғыштарды эксплуатациялау қарапайым және аз өндірістік ауданда алады. Мұнайды өңдеу кезінде қолданылатын жылу алмастырғыштардың көпшілігі корпусында кеңею қосылыстары бар, қатты қаптамалы типті, жаңағы айтып өткен, у тәрізді құбырлар болады. Олар саптамалары бар үлестіргіш камерадан, саптамалары бар цилиндрлік корпус пен түтікшелерден тұрады. Бұл дизайн өнімдер арасында үлкен жылу алмасу аймағына ие және жалпы өлшемдері аз болады. Келесі құбырларды түтік парақтарына бекітудің қатаң әдісімен қолданылатын тиын жылу алмастырғышының принципін қарастырайық. Суық жылу тасымалдағыш тарату камерасы арқылы құбыр кеңістігіне беріледі. Ағын құбырлар арқылы бірінші өткелден өтіп, артқы камерада жайылып, екінші өткелге енеді. Корпустың басы өнімнің өтетін ыстық өнім түтіктердің сыртқы жағына кіріс арқылы жіберіледі. Өнім жолын ұзарту
ол турбуленттікті құру және денеде механикалық қоспалардың шөгуінің ықтималдылығын азайту үшін қалқандар аппарат корпусының ішіне орнатылған. Көлденең қалқандар орнатылған. Олар сонымен қатар құбырлардың иілуіне жол бермейді. Корпустың басы өнімнің өтетін, яғни ыстық өнім түтіктердің сыртқы жағына кіріс арқылы жіберіледі. Өнім жолын ұзарту ол турбуленттікті құру және денеде механикалық қоспалардың шөгуінің ықтималдығын азайту үшін қалқандар аппарат корпусының ішінде орнатылған. Көлденең қалқандар орнатылған. Олар сонымен қатар құбырлардың иілуіне жол бермейді.